Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода Google Scholar платформасының қолдану жолдарын және оның негізгі артықшылықтарын қысқаша көрсетіп өтемін. Алдымен scholar.google.com сайтына кіреміз. Бұл ғылыми мақалалар, диссертациялар және кітаптарды іздеуге арналған тегін ғылыми іздеу жүйесі. Іздеу жолағына зерттеу тақырыбын жазамыз. Мысалы, Digital Education. Google Scholar автоматты түрде сол тақырыпқа қатысты ғылыми мақалаларды шығарады. Нәтижеде мақаланың атауы, авторы, шыққан жылы және ол жарияланған журнал көрсетіледі. Бұл мәліметтер ғылыми жұмысты талдауға өте маңызды. Әр мақаланың жанында тұрған cited by көрсеткіші сол жұмысқа қанша ғалым сілтеме жасаған көрсетеді. Сілтеме саны көп мақалалар ғылыми қауымдастықта беделді болып саналады. Көптеген мақалаларды оң жақтағы PDF белгісі арқылы толық мәтін түрінде тегін жүктеуге болады. Google Scholar'дың негізгі артықшылығы тегін және барлық пайдаланушыға қолжетімді, ғылымның барлық саласын қамтиды және citation, H-индекс сияқты ғылыми көрсеткіштерді автоматты есептейді. Жылдам іздеу алгоритмі арқылы қажетті деректерді тез табуға мүмкіндік береді. Google Scholar ғылыми ақпараттарды тез, сенімді және тиімді табуға арналған ең қолжетімді академиялық құрал. Әрбір зерттеуші үшін өте қолайлы платформа.